Бәріңізге сәлем, құрметті оқырмандар. Балалар ұнатып жейтін мына тәтті тағамды жасап көріңіздер. Каналыма жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен қазанға азырақ су құйып, қайнатып аламыз. Су қайнаған соң лайықты мөлшерде ұн саламыз. Араластырып отырып, суы тартылғанша отта ұстаймыз. Содан соң қамырды алып, азырақ ұн сеуіп және сұйық май құйып, қамырды илеп аламыз. Қамырды жақсылап илеп алған соң тоңдырып қоя тұрып, тең бөліктерге бөліп аламыз. Қолымызбен домалақтап, ортасын шұңқырлап, қара шылан салсақ болады арасына, немесе 3 ас қасық құм шекер, 1 ас қасық қант, және де азырақ жер жаңғағы дәні, қара күнжіт, ұн салып, барлығын қосып араластырып алып, қамырымыздың ішіне салып жақсылап жапсырамыз. Содан соң қазанға майды құйып қыздырып, қызартып пісіріп аламыз. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.